Волейболдағы расстановка 5-1, яғни бір байланыстырушымен ойнаған кезде расстановка қалай жасалады, соны көрсететін боламын. П дегеніміз пас беруші, яғни связка. Оған диагонал тұратын диагонал ойыншы. Қызыл түсте олар доигровщик, екі сары түсте орталық блок қоюшы, яғни центральный блокирующий болып есептейміз. Видео ұзақ болады, сондықтан лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар және тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бұл кезде подача берген кезде пас беруші осы үш немесе екінші аймаққа қарай осылай ыңғайланып тұрады. Ешқандай өзгеріс орын алмайды. Ұпай алған жағдайда келесі переход жасалып, пас беруші екінші аймаққа келгенде қалай ауысады? Өз аймағында қалады және мына жерде бесінші центральный мына жерге келіп осы қалыпта тұрады. Бұл ережеге сәйкес доигровщик бестің жанына шығып кетпеуі тиіс. Екі доигровщик және мына жерде либера кіреді. Сәйкесінше пас беруші осы жерде еркін тұра алады. Ең бастысы екінен былай шығып кетпесе болды. Бұл жерде ескеруіміз керек, мына үштен шығып тұрған доигровщик мына алттағы доигровщиктің артына шығып кетпеуі тиіс подача берген кезде. Енді связка пас беруші бірінші аймақта қалай шығады? Бірінші аймақта доигровщикке жақындайды. Екінші доигровщик мына жерге осылай кірсе болады. Мына жерден сары білесіздер, екі блокирующийді либера ауыстырады. Және де осы пас берген кезде мына доигровщиктен алдына шығып кетпей, бірінші подача берген күтіп, содан кейін ғана осылай пасқа кіреді. Енді пас беруші алтыншы аймақта болған кезде диагоналдан жанына барады, артына тұруы тиіс. Екі доигровка приемға кіреді және либера кіреді. Осы кезде пас беруші подача берген соң пасқа кіреді. Диагонал ойыншы өзінің аймағына екіге, центральный ортаға қарай шабуылдайды. Яғни асып кетпеуі тиіс қой мына жаққа қарай. Міне енді пас беруші бесінші аймаққа келді. Осы кезде көбінесе мына расстановка жасайды. Өзінің алдындағы ойыншыны, яғни орталық центральный блокирующийді алдын алады осылай. Және осы кезде доигровщик приемға шығады. Барлық ереже сақталған. Мына бесінші аймақтағы ойыншы, екінші аймақтағы ойыншының алдына шығып өтпеуі керек. Және үштегі ойыншы, аймақтағы ойыншы алтыдағы доигровщиктің бұлай артына шығып кетпей прием алулары керек. Осы кезде пас беруші пасқа кіреді, доигровка шабуылға, центральный өзінің аймағына шабуылдауға шығады. Диагоналдан шабуылдайды. Тағы бір осы көбі түсінбейтін расстановка. Пас беруші тағы пасқа шығу үшін осы бұрышқа қарай ыңғайланады және центральный келеді және осы екінші аймақта тұрған доигровка осылай приемға кіреді. Бұл жерде де барлық ереже сақталу керек. Үшінші аймақтағы ойыншы төртінші аймақтағыдан асып кетпеу керек. Және екіде тұрған доигровка төртінші аймақтан шабуылдауға ыңғайланып осылай шығады. Пас беруші осылай кірген сәтте доигровка өзінің төртінші аймағына шабуылдайды және орталық қорғаушы өзінің орталықтан шабуылдайды. Міне осылай бастапқы қалыптағы расстановкаға қайта келдік. Дәл осылай жалғаса береді. Бұны өзгертуге де болады, бірақ көбі қолданатын орын ауыстыру осы. Және де орталық ескерту керек, осы орталық центральный блокирующийларды көбінесе либералар артқы аймақта алмастырады.